Саламатсыздар ма қымбатты теледидар көрермендері, көріп отырғандарыңыз сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы. Сіздермен бірге Ақмарал Алмайгөзова. Бүгін бізде қонақта Ақтөбе облысының жастар саясаты мәселелері басқармасының облыстық жастар ресурстық орталығының бас маманы Айгүл Сәлімгерейқызы Есетова. Қайырлы кеш, Айгүл Сәлімгерейқызы, студиямызға қош келдіңіз дейміз. Екі күн қатарынан облыс орталығында жастармен кездесулер өткізіліп жатыр екен. Жастардың көкейінде жүрген мәселелері ортаға салынып, өздерінің проблемаларын айтып жүр. Сондықтан бүгінгі бағдарламамызды осы жастардың проблемаларына, олар толғандырып жүрген қандай сауалдар бар, осы тақырыпқа арнасақ. Құрайлы және Жаңақоныс елді мекендеріне екі күн қатарынан кездесулер өткізіліп жатыр деп жатырмыз ғой. Жалпы қандай сауалдар толғандырады екен Ақтөбе жастарын, қандай мәселелерді алға қойып отыр? Біз мына екі күннің шеңберінде Новый және Құрайлы ауылдық округтердің жастарымен кездесулер ұйымдастырып өткіздік. 100-ден астам жас қатысты осы кездесулерімізге. Бұл кездесулерді белсенділік жоғары екен. Белсенділік жоғары, иә. Бұл кездесулерді енді ұйымдастырғандағы негізгі мақсатымыз ауыл жастарын қолдау. Ауыл жастарына мына жастарды қолдауға, дамытуға арналған қандай мемлекеттік әлеуметтік бағдарламалар бар, қолдаулар бар, соларды кеңінен түсіндіріп, насихаттап, ақпараттандыру болып табылады. Және жаңағы өздерінің тың идеялары, бастамалары бар жастар болса, соларды әрі қарай дамыту, қолдау. Міне біздің басты мақсатымыз осы. Оның ішінде ауыл жастарын. Енді осы біздер кездесулерімізге жастардың сұрақтарына, толғандыратын өзекті мәселелеріне нақты жауап ала алатын мамандарды алып барамыз. Мәселен, мына даму кәсіпкерлікті қолдау орталығынан, сосын жұмыспен қамту орталығынан алып барамыз, сосын Ақтөбе облысының кәсіпкерлер палатасынан. Сол белгілі бір мамандар барып, жастардың толғандыратын сұрақтарына кеңінен жауап береді және жастарға арналған қандай мемлекеттік бағдарламалар бар, солар жөнінде толық нақты ақпараттар береді. Айгүл Сәлімгерейқызы, елімізде кәсіпкерлікпен айналысып жатқан адамдардың саны аз емес, соның ішінде жастар да бар. Бірақ біздің облысымызға тоқталатын болсақ, Ақтөбеге тоқталатын болсақ, жастардың үлес салмағы қандай бизнеспен айналысып жатқан адамдардың арасында қаншалықты белсенді? Енді біздер кешегі сол кездесулерден байқағанымыз, жалпы жастардың ішінде кәсіпкерлікке бет бұрып, өз кәсіптерін ашқысы келетін жастардың жаңағы көп екендігін байқауға болады. Олар өте көп сұрақтар қойды. Мысалы, кәсіпті қалай бастауға болады, бизнес планды қалай жазам, оны қалай дайындаймын деген секілді сұрақтармен жастар көп өздерінің сұрақтарын қойды. Оған жаңағы арнайы мамандар, мысалға дамудың, сосын кәсіпкерлікті қолдау, кәсіпкерлікті дамыту палатасының өкілі жауап берді. Қазір мысалға жастарды оқытатын арнайы оқулар бар екен. Жас кәсіпкерлердің мектебі, сонда жаңағы оларды оқытып, бизнесті қалай ашу керек, соның барлығын үйретеді екен. Сосын бір байқағанымыз, жастар жас болса да, мысалға, бүгін Құрайлыда бір 21 жастағы жас жігіт өзі жаңағы өз кәсібін бастап, жұмыс жасап жатыр екен. Шағын фотостудия ашқан, мысалға, ол да кәсібін жаңадан бастап жатыр. Енді сол кәсібін әрі қарай дамыту мақсатында қандай қолдау бар үкіметтен, сол жөнінде сұрақтарын қойып, өзінің шеше алмай жүрген мәселелерін шешіп жатты. Енді деген жастар көп жағдайда кәсіппен айналысқылары келеді, олардың бизнес идеялары да бар. Көп жағдайда бұл неге жаңағы несие алатын кезде олардың кепілге қоятын мүлкінің болмауы, сол жағдайда көбінесе кедергі алады екен олар. Жалпы жастардың ынтасы зор, оны кәсіпкерліктен келген мамандарда айтып отыр, және олар жаңағы әрі қарай жастар кәсібін ашам деген нақты жастар болса, біз оларды тіркеп, әрі қарай сол арнайы мамандарға жібереміз. Олар әрі қарай жұмыс жасап, сосын бір қолдаудың мемлекет тарапынан өте жақсылық айту керек, жақсы жағын. Мәселен, ол жас қашан өзінің кәсібін бастап, ашып кеткенше, сол мамандар барлығын оқытып, қастарында еріп жүріп, құжаттарын бәрін рәсімдеуге көмектеседі екен. Кепілдікке қоятын мүлкінің жоқтығы тек қана Ақтөбе облысына тән проблема емес, бүкіл елімізге тән проблема, әсіресе жастар туралы айтатын болсақ. Осыған орай кәсіпкерлікті қолдау қорының өкілдері және де кәсіпкерлер палатасының өкілдері қандай кеңестер беріп жатты? Бұл негізі республика деңгейінде көтерілетін сауал деп қарастырылып жатыр ма? Енді бұл екінші деңгейлі банктермен несие беріледі ғой, ақша. Енді бұл жерде кәсіпкерлік қолдау орталығы, даму барлығы өз мүмкіндіктерінің өз құзыреті шегінде айтып жатыр. Ал енді несиені беретін ол банктер.
бұл жерде енді басқа жағдайларын қарастыру керек. Мысалға өзіңнің туысыңның атында мүлік болса, соны қойып кепілге деген секілді айтып жатыр. Сосын банктер 21 жастан бастап қаржыландырады екен жастарды. Кейбір жастар сұрақ қойып жатты, 18-дегі, 19-дағы жастар, мен кәсіп ашсам, оны қалай жүзеге асырамын? Оларға сол нақты жауаптарын берді. Туысының атына ашып қоюға болады мәселен деген секілді. Сосын біздің тағы бір қуанғанымыз, кеше Новый ауылдық округінде жаңағы қоныста тұратын бір жас, өзі екінші топтағы мүгедек екен. Бірақ ол жаңағы шағын орта және шағын бизнесті қолдаумен мемлекеттер тарапынан жүзеге асырып жатыр ғой. Өзі жаңағы балмұздақ шығаратын, мысалға, аппарат болады ғой, соны да қойып, ол өз кәсібін жүргізіп жүр екен. Ол бірақ маусымдық кезде, жаз мезгілінде ғана. Міне сондай мәселелерін айтып жатты, оларға басқа да кәсіпті қосымша ашу жөнінде кеңестер берілді. Түсінікті. Айгүл Сәлімгерейқызы, жұмыссыздыққа тоқталатын болсақ, жастардың арасында жұмысы жүрген адамдар аз емес. Бір қызығы, әрине олардың 2001-де жоғары оқу орындарын бітірді деген дипломдар бар. Десе де, бұл проблеманы саралай келгенде, әрине әу бастан мектепте кәсіптік бағдар берілмегендігі анықталып жатады. Осы орайда мектепте кәсіптік бағдар беру жұмыстары қалай атқарылып жатыр? Өте бұл орынды сұрақ. Қазіргі таңда мына мектептегі кәсіпкерлер палатасының өкілінің айтуынша, мына кәсіптік білім беруді тіпті балабақшадан бастау керек екен. Себебі қазіргі таңда мынау осы уақытқа дейін елімізде экономистер, заңгерлер көбейіп кетті ғой, бір тенденция байқалды, мен юрист болсам, мен экономист болсам деген. Тіпті мына 10 жылдың көлемінде де мен мұнайшы болсам, яғни нефтяник болсам, менің қаржым да көп болады, ақшам да көп болады деген секілді сондай жастардың арасында да тенденция байқалды. Барлығы сол мамандықтар таңдады. Ал енді қазіргі экономикалық жағдайда бұл мамандықтардың тиімсіз болып жатқан жағында көріп жатыр, қаншама жұмысшылар қысқарып жатыр. Сол бағытта біз мына кәсіпкерлер палатасының жаңағы арнайы өкілінің сол түсіндіруімен жастарға бағыт-бағдар бердік. Оның ішінде мына жұмысшы мамандықтарды таңдауға бағыт-бағдар бердік. Себебі қазіргі таңда Ақтөбе облысында мына слесарь, токарь деген сияқты құрылыс қарқынды жүріп жатыр. Сосын жаңағы газбен дәнекерлеуші дейді, сварщик дейді. Сол мамандықтар жетіспейді екен. Бұны жұмыспен қамту орталығында мамандар айтып отыр, және кәсіпкерлер палатасының өкілдері де айтып отыр. Қазір Ақтөбеде енді жақсы өндірістер, кәсіпорындар ашылып жатыр ғой, соларға жаңағыдай жұмысшы мамандықтар жетіспейді екен. Ол енді жастарға біз айтып жатырмыз, жұмысшы мамандықтан шошымау керек деп. Себебі бұрынғы кезде енді ата-аналар ойлайды, ол жұмысшы деген жаңағы лас-лас киіммен бір қара жұмыс май-май болып жүреді деп. Қазір барлығы автоматтандырылған түрде жүзеге асады екен. Соның барлығын түсіндіріп, слайдтармен, жақсы ақпараттармен түсіндіріп көрсеттік. Жастардың ішінде қызығушылық байқалды. Сосын енді кәсіптік бағыт-бағдарды жаңа айтып жатыр, мектептен бәрін жандандыру керек. Осы бағытта біздің мына облыстық жастар ресурстық орталығымен кәсіпкерлер палатасы бірлесе, осы қаланың бірқатар мектептерінде кәсіптік бағыт-бағдар беру бөлмелерін ашу жұмысы қазіргі таңда жүргізіліп жатыр, қолға алынып жатыр. Айгүл Сәлімгерейқызы, десе де жоғары оқу орнын бітіріп жұмысшы жүрген адамдар бар деп жатырмыз, жастар. Олар қайтадан оқуға бағытталатын болады ма? Қайтадан оқу курстарына жіберіледі ма? Олардың мәселесі қалай шешілмек? Енді деген әрине қазір жұмыссыздық басты мәселе, оның ішінде жастардың да жұмыссыздығы, олар жаңағы еңбек өтілдері болмайды, жұмысқа кіре алмайды. Бірақ енді біздер осы жастардың жұмысқа орналасуына ықпалдасамыз, көбінесе мына жұмыспен қамту орталығымен біз тығыз байланыс орнатқанбыз. Мәселен осы биылғы жылдың 10 айы ішінде біздерге ресурстық орталық болғасын жастар түрлі мәселелермен келеді ғой. 2000-нан астам жас бізге 9 айдың ішінде келді. Түрлі өтініштермен, өздерінің сұрақтарымен, мәселелермен. Біз солардың ішінде жұмыссыздық мәселесімен келген жастардың 50-ін тұрақты жұмыстарға орналасуға ықпалдастық. Өз мамандықтары бойынша 50 жасты. Бұл енді облыс бойынша көрсеткіш. 12 ауданды және біздің облыс орталығын қоса алғанда. Сосын енді жаз мезгілінде көбінесе маусымдық жұмыстарға тартылады жастар. Жасыл ел бағдарламасы бойынша, сосын құрылыстық нысандарда жұмыс жасайды. Сол маусымдық жұмыстармен тартылады. Ал егер мамандығы жоқ болса, оларға жаңа жұмыспен қамту орталығына біз жібереміз. Жаңа екінші мамандық алуға қайта даярлаудан өтуге секілді, жаңа курстардан өтуге бағыт-бағдар береміз. Бірақ енді жұмыссыздық мәселесін біз шешіп береміз деп айта алмаймыз. Ол біздің құзыретімізге жатпайды, бірақ арнайы мамандардың көмегіне біз әрқашан жастарды бағыттап отырамыз. Жалпы жастарға арналған бүгінде қандай жобалар бар?
Жастарға қазір мемлекет тарапынан өте үлкен қолдау көрсетіліп отыр. Мәселен, енді жастарға арналған өте көптеген бағдарламалар бар. Мысалға жаңа айтып отқан дипломмен ауылға, одан кейін жас ел бағдарламасы да жастардың уақытша болса да жұмыспен қамтамасыз етіліп, уақытша болса да жалақы алуына септігін тигізеді, әсіресе жазғы каникул мезгілдерінде. Содан кейін енді жұмыспен қамту 20-20, бизнестің жол картасы 20-20 деген бағдарламалар бар ғой. Соның барлығы жастарға да арналған бөліктері бар ішінде, қарап отырсаңыз. Сосын баспанамен қамту мәселесі де жастарға арналған тұстары бар. Оның барлығын біз осы кездесулердің барысында үнемі айтып отырамыз, осы жұмыстарды үнемі жүйелі жүргізіп отырамыз ресурс тарапынан. Облыстық жастар ресурстық орталығының ашылғаны қателеспесем 2 жыл. 2 жылға таман уақыт болып қалды. 2 жылға таман уақыт болып қалды. Осы уақыт аралығында қандай шаралар атқарылды, жұмыстар? Енді мына облыстық жастар саясаты басқармасының жанынан 2014 жыл елбасының тікелей тапсырмасымен барлық облыстарда облыстық жастар ресурстық орталықтары ашылды ғой. Бұл тек облыстық аталғанмен біздер енді 12 ауданда да ашылды. Аудандық жастар ресурстық орталықтар да бар. Қазір біздің 12 ауданымызда да бар. Бұлар енді 2 жылға жуық жұмыс атқарған аз ғана уақыт ішінде көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Жаңа айтқан жұмыстардың барлығын осы жастар ресурстық орталықтарының арқасында біздер жүзеге асырып отырмыз. Сонымен қатар біздер мына белсенді, бастамашыл жастардың идеясын әрі қарай дамыту, мысалға жастар келеді бізге өздерінің жобаларын, проектілерін әрі қарай біз дамытайын деп едік. Мысалға біз КВНдер желісін арттырайық деп едік, немесе дебаттар өткізейік деген секілді түрлі жобалармен келеді. Біз оларға бағыт-бағдар беріп, өзіміз бірге өткізісіп, қолдау көрсетеміз. Шығармашылық жағы басым идеялар ма, әлде іскерлікке бағытталған идеялар? Әртүрлі идеялар, әртүрлі. Жастардың ішінде қазір деген жастар креативті ойлайды. Жастарды жаман деп айтуға болмайды. Қазір жастардың барлығы жан-жақты деп айтуға болады. Мысалға кейде бір өздерінің идеяларын айтып келгенде біз ойламаған идеяларды айтып келеді. Мысалға біз сол жастардың барлығымен осы түрлі жұмыстарды, түрлі бағыттағы жұмыстар атқарғанды айтып өтсем, мысалға осы 1 қазанға дейін облыс бойынша 500-ден астам түрлі шаралар өткізілді. Оған 45 мыңнан астам жас қамтылды деп айта аламын мен қазір нақты цифрларды келтіретін болсам. Және бізде қазір деген бүкіл әлеуметтік желілерде жаңа жас Ақтөбе деген хэштегті терсе, біздің жүргізіп жатқан жұмыстарымызды барлық Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук желілерінің барлығынан көруге болады. Сайттарымыз бар. Сосын жаңа айта кететін жағдай, мына қазіргі таңда біздің облыстық жастар ресурстық орталығының логотипіне конкурс жарияланып отыр. Мысалға соған жастар өздерінің идеяларын ұсына алады. Сосын біздің бір айта кететініміз, біз жастарды... Сөзіңіз аузыңызда логотип жөніндегі байқауыңыз қашанға дейін жүргізіледі, қорытындысы қашан шығарылады? Енді біз әзірге сол жұмыстарды қабылдап жатыр. Бізде жастар бастамаларын жүзеге асыру және ұйымдастыру бөлімі деген бөлім бар. Сол бөлім қазір жаңағы жүзеге асырып жатыр, сол шараны айналысып жатыр. Олар енді осы жақын аралықта соның қорытындысын шығаратын секілді. Өтініштер қабылданып жатыр. Өтініштерін жіберіп жатыр. Студиямызға қоңырау шалған көрерменіміз бар. 222-333 тікелей эфирдің номері. Саламатсыз ба? Құлағымыз сізде. Алло, саламатсыз ба? Сауалыңызды қойсаңыз. Мен сіздерге қояйын деген сұрағым, әр жерге барсақ та жұмысқа бізге жаңағы договор жоқ. Договор болмағансын біз тұрасақ жұмыс бермейді. Біраз айтады, осындай. Жұмысқа алады, бірақ келісім шартқа отырғызбайды. Келісім шартқа отырғыза алмаймыз біз. Сол жайымен. Қалай болады екен? Қай жерге барсаңдар сол? Жастарға қатысты. Сварщикпен дәнекерлеушімін. Соны айтып жатсыз жаңа. Ал қалай соны? Рахмет, сауалыңыз түсінікті. Мен енді сұраққа нақты түсінбедім, ол бізге келді ме екен деген секілді. Бүгінде жалпы жиі кездесетін проблема да. Жұмысқа орналасатын кезде алуын алады жұмыс беруші, бірақ келісім шартқа отырғызуға асықпайды екен. Бұл азамат мүмкін жаңағы түрлі қазір енді жеке кәсіпкерлер, тоолар бар ғой. Мүмкін соларға барған шығар, сосын енді ол әрбір жұмыс беруші оны өзі шешеді ғой, мен енді ол жағын айта алмаймын. Бірақ енді біздер мемлекеттік мекемеміз, біздерде барлығы заңда, бізге жұмысқа кіргендермен біз келісім шарт бізде міндетті түрде жасалады. Заң бойынша әрине кез келген жұмысшы мен жұмыс берушінің арасындағы қарым-қатынасты реттейтін құралдың бірден бірі бұл әрине келісім шарт
Сондықтан заң бойынша ол болу тиіс. Бұл азамат мүмкін жұмыспен қамту орталығына бару керек шығар. Сондықтан сізге қымбатты теледидар көрермені айтатыным, еңбек инспекциясына осы сауалыңызды бағыттасаңыз, біз де өз тарапымыздан бағыттайтын боламыз. Бағдарламамыз аяқталып келеді. Соңғы сұрағымыз, 2 күннен бері өткізіп жатқан кездесулердің барысында бір қызықты осындай бір сауал естідім. Жаңақоныс елді мекенінде жастарға клуб жоқ екен. Жастарға арналған. Біз енді сіздің құзырыңызда ма осы сұрақ? Бұл біздің құзырымызда емес, бірақ деген кеше кездесудің өкінішке орай, кездесудің барысында сол жастар бізге кеше шынымен де жастардың отыратын жері жоқ. Біз әкімдіктің ішінде, әкімнің бөлмесінде өткіздік. Бірақ 30 шақты жас келді, соның өзінде өздерінің ойларын барын айтып жатыр, идеяларын. Сол жастардың өтініші жаңағы осы Жаңақоныс ауылында мәдениет үйі болса екен, бір клуб па, немесе бір үйірмелер ашылатын бір сондай жағдайлар жасалса екен дейді. Ол енді бұл біздің құзырымызда емес, бірақ біз ол жастардың тілегін аяқсыз қалдырмаймыз, тиісті жерлерге хат жолдап, ары қарай біз ол жұмысты жалғастыратын боламыз. Мәселені шешім табуға ықпалдасамыз, көмектесеміз және шешім табуға тырысамыз. Тиісті жерлерге, құзырлы мекемелерге хат жолдау арқылы жауабын беруге тырысамыз. Рахмет бүгінгі сұхбатыңызға, көрермендерімізбен қош айтсақ, сіздермен бірге болған Ақмарал Майгөзова және Ақтөбе облысының жастар саясаты мәселелері басқармасы, облыстық жастар ресурстық орталығының бас маманы Айгүл Сәлімгерейқызы Есетова. Назарларыңызға рахмет, сау саламатта болыңыздар. Рахмет.